Енді мынау бағанағы көрсеткіштік теңсіздік. Теңсіздіктер жүйесінің шешімі дейді. Давайте. Мұнан мен жүйе ретінде жазбаймын, былай бөлек-бөлек жазып алайыншы бірінші. Өйткені бөлек-бөлек шығармасақ, 2-ның x плюс 2 дәрежесі минус 4-тен 3 көбейтілген 2-ның x плюс 2 дәрежесі үлкен 1 дейді. Солай ғой? Не істесем болады? Дәрежелерін. Ашып жіберейін. 2-ның x дәрежесі көбейту 2-ның 2 дәрежесі. Бола ма? Минус 4-тен 3 көбейту 2-ның x дәрежесі көбейту 2-ның 2 дәрежесі. Бағанағы көрсет 7-ші сыныптың дәреже деген тақырыбы бар ғой? 3-ші тақырып. Сол кезде көрсеткен ғой. Так, 2-ның 2 дәрежесі 4 қой, иә? 4 көбейтілген 2-ның x дәрежесі болады. Мына жерде 2-ның 2 дәрежесі 4-пен мынау қысқарып кетеді дей салсам болады ғой. 3 көбейту 2-ның x дәрежесі үлкен 1. Солай ма? Енді мына жерде мына сандар бірде ғой бағанағы 4x азайту 3x деген сияқты ғой. 1x шығады деп айтамыз ғой. Сол сияқты азайтсам 2-ның x дәрежесі шығады просто. Өйткені алдында не тұр? 4-те 3-ті азайтсам 1 жазылады, иә? 1, үлкен 1. Енді қараңыздар. 2-ның x дәрежесі үлкен 2-ның 0 дәрежесі болады. Келсесіздер ма? Екі жағында көрсеткіштік жасай саламыз. 1 деген 2-ның 0 дәрежесі емес па? x артық 0-ден. Тағы бір маңызды нәрсе. Екіншісі 25-тен 1-дің x квадрат дәрежесі үлкен еместен. Мен мына 0,2-ні 5-тен 1 десем болады ғой. 5-тен 1-дің x дәрежесі. Енді қараңыздар, 25-тен 5-тен 1-дің 2 дәрежесі емес па? Сонда 2x квадрат болады, иә? Енді негіздері бірдей болды, бірақ мына шарт орындалып тұр ғой, мынау уже жарамайды. Мынандай болып тұр ғой, короче. Онда не болады? Теңсіздік автоматом өзгереді. белгісі ауысты. Иә. Енді мынау теңсіздікті x пен x-ті қысқартып жүрмеңіздер болмайды, иә? Бұл жай сызықтық теңдеу емес, теңсіздік емес қой, бұл бана квадрат теңсіздік. 8-ші кластың. Онда былай жасаймыз. 2x квадрат плюс x былай барып минус x болады. Ешқашан теңдеу теңсіздікте қысқартпаймыз. Жарай ма? Біз қысқартамыз тек қана санға, айнымалыға қысқартуға болмайды, иә? Енді істейм, бұл толымсыз квадрат теңсіздік. X-ті жақшасырына шығарам. 0-ге теңестік болған ба? 1 кіші немес теңгі. Көп, мына жерде бір нәрсе айтып жүрейші. Көп, мысалы сіздер мұнан ары қарай қалай шығарасыздар, айтып жүріңіздерші. x 0-ден артық немесе тең. 2x минус 1 тең 0 деп па? Солай ғой. Мына жерде бақыт дұрыс айтып жатсың. Теңсіздік кіші, үлкен болса да, біз жеке-жеке 0-ге теңестіреміз. Иә? Шатасуға болмайды. Неге? Өйткені мен әлі түбірін білмеймін мұнаның. Түбірін білгеннен кейін мен интервалға салам. Хорошо? Бұлай шығаруға болмайды. Хорошо? Олай өйткені мектепте оқушы вообще шатас кететін болады. Сондықтан 2x-тен 1, x тең болады, 2-ден 1 дей қоям. Енді не істейм? Мынау мен мынаны араластырмаңыздар, тағы да айтам. Өйткені мынау бөлек теңсіздік, мынау бөлек теңсіздік, иә? Қазір интервалға салған кезде мынаны араластырмаңыздар. Біз тек қана 0 және 2-ден 1-ді ғана қоямыз. Хорошо? Сосын тағы ескертетін жағдай, интервалға салған кезде жіктелген жерге қоясыздар. Хорошо? Солай оқушыға үйретсеңіздер, олар вообще таңбадан шатаспайды. Бізде жіктеліп дайын тұр ғой. Мына жерге емес, мына жерге. Егер сізде есепте жіктелмей берілетін болса, мысалы, 2x квадрат плюс 3x плюс 1 деген сияқты, иә? Онда сіз жіктеп барып, бірақ таңба қоясыздар. Хорошо? Так, енді мен бөлемін. Теңсіздік қатаң емес, сондықтан менде боялады. Так, 2-ден 1-ден үлкен сан айтыңыздар. 1. 1-ді апарып қоямыз. Плюс. Дұрыс қой? Мына жер плюс. Минус. Плюс болады. Бірақ бұл барлық теңсіздікте орындалмайды. Бұл тек қана дәрежесі 2, 4, 6, 8 деген, в общем, жұп дәрежелерде таңба кезек келеді. Хорошо? Бағанағы x куб деген есеп кездессе, сіздер ойлап қалмаңыздар, таңба кезек келеді. Ол кезде уже ерінбей барлығын қойып шығасыздар. Хорошо? Так, енді теңсіздік кіші немесе тең ғой. Онда минус жақ боялады. Кіші деп тұр ғой. Үлкен десе плюс жақ боялады. Так, енді тура мынаны салам, 0-ді. Көріп отырсыздар ма? Тура осының астынан 0, 0. Сандардан шатас кетпеңіздер, мына жаққа үлкен деп тұр ма? Үлкен, X-ке қарай барады, қанша теңсіздік бар бізде? 2 теңсіздік бар. 2 теңсіздік болса, 2 рет боялған аралық есептің жауабы. Ал айтып жүріңіздер, жауабы
Нөл мен екіден бір ма? Иә, нөл мен екіден бір. Нөл мен Нөл екіден бір. неге? Өйткені мына Жақшалары жерде тік кірме, қой. мына жерде кірмей тұр ғой, вот именно. Сондықтан біз олай жасай алмаймыз. Бар ма ответ? Иә, бар. Б жауабы. Түсінікті ғой? Осылай Иә. шығарамыз.